Bismillahirrahmanirrahim. Ассаламағалейкум, құрметті бауырлар. Алла тағаланың қалауымен медицинский курс кітабын жалғастырамыз. Бүгін бірінші томның 9-шы дәрісі. Әд-дәрсу тәсиғу. Бисмилlah. Мән хазар раджулу. Кім бұл кісі? Хуа Аббасун. Ол Аббас дейді. Мән хазар раджулу. Кім бұл кісі? Хуа Аббасун. Ол Аббас. Аббасун тәжирун. Аббас саудагер. Аббасун тәжирун ғанийун. Тағы бір сөйлем. Аббас саудагер бай, яғни Аббас бай саудагер. Араб тілінде осылай келеді. Аббас, кейін Аббастың кәсібінде қандай екендігі айтылады да. Аббас бай саудагер ма? Саудагер, сосын бар бай ма, кедей ма екендігі айтылады да. Сипаты. Хамидун мударрисун. Хамид жаңағы ұстаз. Хамидун мударрисун жадидун. Тура сол жаңағындай, тура сол сөйлем, тура сондай структурадағы сөйлем. Хамид ұстаз жаңа, яғни Хамид жаңа ұстаз. Бізде жаңа екендігі бірінші айтылады, кейін ұстаз екендігі айтылады ғой қазақ тілінде. Хамид жаңа ұстаз. Араб тілінде олай емес. Бірінші адамның аты, одан кейін кәсібі, одан кейін кәсібіне қатысты сипаты келеді да. Мысалы, жаңағыдай жаңа ұстаз ба, ескі ұстаз ба деген сияқты. Ма хаза, не бұл? Бұл не? Хаза туфахун, бұл алма. Ат-туфаху факихатун лазизатун. Алма тәтті жеміс. Факихатун деген жеміс деген мағына. Кейін тәтті деген соңынан келеді тағы да. Мысалға, тәтті жеміс па, ащы жеміс па, тұщы жеміс па, оның барлығы ең соңында келеді да. Мысалға, ат-туфаху лазизун факихатун болмайды да. Ат-туфаху, сосын алма, жеміс, сосын барып не келеді? Тәтті ма, ащы ма, сондай екенде келеді да, сипаты келеді. Яғни ат-туфаху факихатун лазизатун. Жағы алма тәтті жеміс. Жалпы бізде Нұр-Мубаракта оқыған кезде шейхтарымыз ешқашан жаңағыдай араб тілін қазақ тіліне ұқсатып, қазақ тілінің жаңа қағидаларымен түсініп оқуды әдет қылмаңдар дейтін еді бір сөзінде ше. Араб тілін қазақ тілімен түсінуге тырыспаңдар деп ше. Енді әрине біз аударамыз ғой. Бірақ аударғанда да мысалға бізде тәтті бірінші келеді ғой, неге нақта екінші келеді деген сияқты нәрселермен салыстырып қазақ тілімен, қазақ тілінің грамматикасымен түсінуге тырыспаңдар дейтін еді да. Енді оның да бір жаны бар шығар, сол сөздің прямой осылай түсінуге тырысыңыздар. Енді қарапайым тілмен айтқан кезде алманың өзі келеді. Алманың жаңағы ат-туфаху факихатун лазизатун, алма, кейін алманың жеміс екендігі, кейін жемістің сипаты, ащы ма, тұщы ма. Мысалы жаңа мына жерде Хамидтің кәсібі келді. Кәсібіне қатысты сипаты кейіннен келіп отыр да. Хамид ұстаз жаңа. Прямой аударсаң осылай да. Бізде қазақ тілде Хамид жаңа ұстаз деп айтады. Ары қарай. Ма залика, анау не? Залика усфурун, ол жаңағы усфур деген торғай. Әл-усфуру тайрун сағирун. Торғай кішкентай құс дейді. Әл-усфуру торғай кішкентай құс. Сағирун. Тайрун сағирун. Тайрун деген құс, сағирун деген кішкентай. Торғай кішкентай құс. Сипаты постоянно соңынан келеді. Үлкен, кіші, ащы, тұщы, жаңа, ескі деген сияқты. Ары қарай. Әл-арабияту лұғатун сәхләтун. Араб тілі оңай тіл. Әл-арабияту деген өзі араб тілі. Лұғатун деген тағы да тіл. Сәхләтун жеңіл, оңай. Араб тілі оңай тіл. Яғни арабский жаңағыдай оңай тіл. Арабша оңай тіл дейді. Яғни араб тілі оңай тіл ғой бізде. Қазақшылап айтқан кезде де. Ары қарай. Әл-арабияту лұғатун жәмилатун, тағы да. Араб тілі әдемі тіл. Мысалға, қазақ тілі әдемі тіл деп айтсақшы. Әл-қазақияту лұғатун жәмилатун. Жәмилатун әдемі ма, әдемі емес пе, ащы ма, тұщы ма, ең соңында келеді тағы да бауырлар. Соны жаттап алсаңыздар, өте қазіргі тақырыпта айтылып тұрған нәрсе, қазіргі тақырыпта үйретіп жатқан нәрсенің осы ғана да. Жаңағы сипаты ең соңынан келеді да. Сипатталып жатқан нәрсе бірінші келеді. Араб тілінде сондай да. Нағат деген
сипаты кейін келеді. Манут деген алдынан тұрады да. Сипатталып жатқан нәрсе алдынан тұрады постоянно. Мысалға, бай кісі деп айтамыз ғой біздер қазақ тілінде, бай кісі. Бірінші біздер бай екенін айтамыз, сосын барып кісіні айтамыз да, бай кісі, кедей кісі деп айтамыз ғой. Араб тілінде керісінше айтылады да. Кісінің өзі айтылады, кейін барып оның кісінің сипаты айтылады да. Сипаты екінші келеді араб тілінде. Сол қағиданы жаттап алсаңыздар болды. Бүкіл тақырып сол ғана. Аммарун талибун мужтахидун. Аммар ыждахатты оқушы. Талибун студент, оқушы. Аммар ыждахатты оқушы. Мужтахид деген усердный. Ва Махмудун талибун каслану. Жамақ таксир болғандықтан у тұрда. Махмуд болса жалқау оқушы, жалқау студент. Жалқау екендігі соңынан келіп тұр да. Сипаты соңынан келіп тұр, сипатталып жатқан нәрсе бірінші келіп тұр да. Ары қарай тағы да бір аударып өтірік. Аммарун талибун мужтахидун ва Махмудун талибун каслану. Аммар ыждахатты оқушы, ынталы оқушы, ал Махмуд болса жалқау оқушы. Мән әнтә, сен кімсің сен? Кімсің сен? Әна талибун, мен оқушымын, мен студентпін. Әнтә, деген хәл деген мағынада. Хәл әнтә деген мағынада. Әнтә, сен ба талибун жадидун, жаңа оқушы, жаңа студент. Сен ба жаңа студент? Наам, я. Әна талибун жадидун. Я, мен оқушы жаңа. Мен жаңа оқушымын мағынасында. Мен жаңа оқушымын. Наам, әна талибун жадидун. Тәмәрин, жаттығулар. Иқра уақту, оқыңыз, жазыңыз. Бірінші, Махмудун талибун қадимун. Махмуд ескі оқушы, бұрынғы оқушы да. Әдәлика раджулу мударрисун жадидун. Мына кісі жаңа мұғалім ба? Мына кісі жаңа мұғалім ба? Деген сұрақ. Ла хуа табибун жадидун. Жоқ, ол жаңа мұғалім емес, жаңа врач, жаңа дәрігер. Үшінші, хәда дәрсун сәхлун. Бұл оңай дәріс. Бұл оңай дәріс. Төртінші, Аббасун тәжирун шәхирун. Аббас әйгілі саудагер. Шәхир әйгілі саудагер. Тәжирун шәхирун. Аббасун тәжирун шәхирун. Сипатта сипатталып жатқан нәрседе бірдей харакатта болады. Тәжирун болма, шәхирун болады. Ун болса ун болады, ин болса ин болады, ән болса ән болады, у болса у болады, ә болса ә болады, и болса и болады. Айтатын ғой, сипатталып жатқан нәрсе қандай харакатта болады, тура сондай болады харакат. Және де сипатталып жатқан нәрсе ертегінде болса, бұл да ертегі, әйелдегі болса әйелдегі болады. Мысалға, Билалу мухандисун кабирун. Билал үлкен инженер. Алтыншыны қараңыз. Инкилизияту ағылшын тілі. Луғатун суабатун. Ауыр тіл. Яғни қиын тіл да. Ауыр болғанда қиын тіл да. Суабатун. Қараңыз, луғатун болды ма, сипатталып жатқан нәрсе тәмәррута болды ма, сипаты да тәмәррута болады. Сипатталып жатқан нәрсе тәмәррута болмады ма, наусақта тәмәррута болды да болмайды, сипатында да болмайды. Түсінсіз? Табибун болды ма, жадидатун болмайды да, жадидун болады. Тәжирун болды ма, шәхиратун болады, шәхирун болады да. Яғни сипатталып жатқан нәрсе қандай, сондай болады, былай айтқанда. Ары қарай. 7. Әнтә раджулун ғанiyun. Сен ба бай кісі дейді. Сен ба бай кісі. Ла ана раджулун фақирун. Жоқ, мен кедей кісімін. Ал-Қахирату мәдинатун кабиратун. Каир, Мысырдың астанасы. Мәдинатун кабиратун, үлкен қала. Әнтә мударрисун қадимун. Сен ба бұрынғы мұғалім, ескі мұғалім. Ла ана мударрисун жадидун. Жоқ, мен жаңа мұғаліммін. 10. Хамидун талибун каслану. Хамид ба жалқау оқушы. Хамид жалқау оқушы ма? Хамид жалқау оқушы ма? Ла хуа талибун мужтахидун. Жоқ, ол ынталы ыждахатты оқушы. Екінші жаттығу. Да фил фираг фил жумалил атия наътан мунасибан. Келесі сөйлемдерде бос жерге сәйкес келетін сипатты қойыңыз дейді.
сәйкес келетін сипат. Яғни Хадижатун талибатун жадидатун болады да. Талибатун болма, жадидатун болады. Талибун болса, жадидун болады да. Талибатун жадидатун. Хадиша жаңа не болады? Оқушы болады. Жадидатун болады. Халидун тәжирун ғанiyun болады. Ғанiyun, ғаниятун болмайды да, ғанiyun болады. Халид бай саудагер, бай саудагер, бай дегенде жығасыз. Ғанiyun тәжирун ғанiyun, бай саудагер. Ары қарай. Үшінші, әл-арабияту лұғатун сәхләтун. Лұғатун бола ма, сәхләтун болады. Немесе жәмиләтун деп қойыңыз мына жерге. Араб тілі әдемі тіл, араб тілі оңай тіл деген сияқты. Оңай деген сәхләтун, әдемі деген жәмиләтун, екеуінің біреуін қоясыз. Әл-усфуру таирун сағирун. Торғай, шымшық, торғай, кішкентай құс, кішкентай деген қоясыз. Сағирун. Әт-туфаху факихатун лазизатун. Лазизатун тәтті. Алма тәтті жеміс. Неже тәтті деген сөз қоясыз. Лазизатун болады. Өйткені жемістің өзі тәмәрбутамен болғандықтан жемістің сипаты да тәмәрбутамен болады. Ана мударрисун жадидун. Ана мударрисун жадидун. Жадидун. Ары қарай. Жетінші. Махмудун табибун жадидун дей салыңыз тағы да. Махмуд жаңа дәрігер. Әл-инкилизияту лұғатун суабатун. Бағана суабатун болды. Суабатун ауыр, қиын, яғни қиын тіл. Ағылшын тілі қиын тіл. Қиын деген сөз қоясыз. Суабатун. Әнта талибун жадидун. Сен ба жаңа оқушы, жаңа студент. Жаңа деген қоясыз. Жадидун. Талибун болды ма, жадидун болады. Талибатун болды ма, жадидатун болады. Талибун жадидун. Әл-Қахирату мәдинатун. Мәдинатун бағана қандай болды? Кабиратун болды. Әл-Қахирату мәдинатун кабиратун нежде. Көрдіңіз? Каир үлкен қала. Мәдинатун болма, жадидатун болады. Тәмәрбута болма, соңында сипатында да тәмәрбута болады. Әл-Қахирату мәдинатун кабиратун. Үшінші жаттығу. ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. Келесі сөйлемдерде бос жерге сәйкес келетін сипатталатын сөзді қой. Бана сипаттарын қойдық қой, енді сипатталатын сөздің өзін қойымыз. Мысалға, әл-арабияту лұғатун сәхләтун. Лұғатун деген қоясыз. Екінші, әна талибун қадимун бата. Талибун қадимун. Мынау сипат болса, сипатталатын нәрсені ата. Мен студент, мен жаңа студентпін деп отыр ғой. Студенттің не жағасы. Ол мануут деп аталады. Маусуф та. Маусуф немесе мануут. Бәрібір екеуі де бірдей. Сифа маусуф, наат мануут деп айтыла береді. Үшінші, аммарун тәжирун ғанiyun. Нежеге тәжирді қоясыз. Бай, аммар, бай, саудагер. Саудагер деген сөз қоясыз. Хәза қаламун максурун. Бұл сынған қалам, бұл сынық қалам. Файсалун талибун кәсләну. Файсал жалқау оқушы, жалқау студент деген қоясыз. Талибун қоясыз. Иқра, оқыңыз. Кәсләну, жауану, атчану, ғалбану, мәләну. Жалқау, кәсләну, жалқау, жауану, аш, атчану, шөлдеген, ғалбану, ашулы, мәләну, толы. Полный деген сөз. Толы. Ыдыс толы дейді мысалы. Толы дегенде семіз деген мағынада емес. Толы дегенде ыдыстың іші толы, мысалы, үйдің іші толы. Бос емес деген мағынада. Ана жауану, мен ашпын. Әнта жауану, сен ашсың ба? Ла, ана атчану, жоқ, мен шөлдегенмін. Лимадал мударрису ғадбану лияума. Не үшін мұғалім ашулы бүгін? Сөзбе-сөз келеді екен. Не үшін мұғалім ашулы бүгін? Мұғалім не үшін ашулы бүгін? Әл-кубу мәләну, стакан толы. Әл-калимату л-жадидату. Жаңа сөздер. Әл-лұғату тіл, язык деген сөз. Шахирун әйгілі, мәдинату, әл-мәдинату қала, әт-таиру құс, әл-яуму бүгін, кәсләну жалқау, жауану аш, атчану шөлдеген, мәләну толы, бос емес, ғадбану ашулы, әл-усфуру торғай. Ары қарай екінші бөлімі. Осы 9-шы дәрістің жалғасы. Әйнәл мударрису.
мұғалім қайда? Хуа фил фасли, ол сыныптың ішінде, сыныпта. Фил фасли, фиден кейін и болады. Хуа фил фасли, фи келсе и болады. Әрдайым қай сөздің алдында фи келсе, ол сол фи алдында келген сөздің өзі кәсір болады. Уа айнал мударрисул жадиду, жаңа мұғалім қайда? Хуа айндал мудири, ол директордың алдында. Айнда деген сол жанында деген сөз ғой. Директордың жанында. Немесе директорде десе салыңыз болады. Айна талибул жадиду, жаңа студент қайда? Захаба илал мактабати, библиотекаға кетті. من هذا الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. жаңа медреседен шыққан ұзын кісі қайда? من ذلك الرجل, жаңа медреседен шыққан анау ұзын кісі қайда дейді. Жаңа медреседен шыққан анау ұзын кісі қайда дейді. Мән қайда дегенде кім? Астағфирулла. Кім? Жаңа ғана мынау мектептен шыққан ұзын кісі кім дейді. Мән хуал мудирул жадиду, ол жаңа директор. Ол жаңа директор. من الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. кім? Жаңа сыныптан шыққан кішкентай бала кім? Жаңа сыныптан шыққан кішкентай бала кім дейді. Дословно аударатын болсақ, кім кішкентай бала шыққан жаңа сыныптан. Жаңа ғана сыныптан шыққан кішкентай бала кім олай? Деген сияқты сөз ғой. Хуабнул мудирил жадиди, ол жаңа директордың баласы. Нәжде мудоф илейх бар да, бауырлар. Мудоф илейх бар да. Мудоф илейх. Мудоф илейх. Сондықтан мудоф марфу, мудоф илейх мәжрур. Мынау да мудоф илейх болып тұр да, мынау негізі мудоф болып тұр да. Сол сияқты жаңағы терминмен айта бергеннен кейін қиын болып кетеді кейбір кісілерге. Мынау не мудоф деген не, мудоф илейх деген не, осы дәрістердің басында бар өзі мудоф илейх деген тақырыптар. Неге нәжде екеуі де кәсіра болып тұр. Ибнул мудири, директордың баласы. Біреудің бірдеңесі, бірдеңенің бірдеңесі деген сөз келген кезде араб тілінде обязательно бірінші сөз жаңағы марфуғ күйінде, екінші сөз мәжрур күйінде келеді да. Директордың баласы. Мудоф илейх. Мудоф марфуғ болады. Мудоф илейх мәжрур болады да. Мынаның өзі негізі мудоф та. Жоқ, мудоф емес. Не, мынау сипат. Осы жерде сәл нелі болады. Қазір кіретін болсақ, бағанағы ұйғырыққа кіріп кетеміз тағы да. Қатты қиындатпай қойық. Егер мынаны алып тастайтын болсақ, әл-мудирул жадиду сифа маусуф болып кетеді нәжде. Сифа маусуф болып кетеді. Сондықтан нәжде жаңағы мынау сифа, мынау маусуф, сифа маусуф, мудоф илейх болады да. В общем, сондай бірдеңе болып кетеді. Қазір мынаның бәрін ашып түсіндіретін болсақ, қиын болып кетеді. Сондықтан ол жаңа директордың баласы деп өтіп кетейік. Лиман тилка сайяратул жамилату, кімдікі ана әдемі көлік. Кімдікі анау әдемі көлік. Анау әдемі көлік кімдікі дейді. Лиман кімдікі. Хия лил мудирил жадиди, ол, хия деген ол көлікті айтады да. Хия ол жаңа директордікі. Ли деген үшін деген мана. Тиісілі деген сөз ғой, ли деген. Директордікі. Жаңа директордікі ол. Лиман тағда кімдікі? Хадал китабул кабир. Бұл үлкен кітап кімдікі дейді.
ахуа лил мударриси, ол мұғалімдікі ма, ол мұғалімдікі ма дейді. Мына үлкен кітап кімдікі, бұл мұғалімдікі ма дейді. Ла, жоқ. Хуа лит талибил жадиди, жоқ, ол жаңа студенттікі. Жоқ, ол жаңа студенттің үлкен кітабы. Айнал мил'ақату сағирату, кішкентай қасық қайда? Кішкентай қасық қайда? Хия фил куби, ол стаканның ішінде, стаканда, яғни. Айнал курсиюл максуру, сынық, орындық қайда? Хуа хунак, ол анда. Хунак анда, тамарин. Енді жаттығулар. Иқра уактуб, оқыңыз, жазыңыз. Ат-табибул жадиду фил мусташфа, ват-табибул қадиму фил мустаусаф. Жаңа дәрігер ауруханада, бұрынғы ескі дәрігер диспансерде. Лечебница дейді, диспансер дейді. Ал-қаламул максуру алал мактаби, сынық қалам партаның үстінде. Ал-мирвахатул жадидату фил ғұрфатил кабирати. Фи келді ивот, иден кейін ивот. Жаңа вентилятор үлкен бөлмеде. Фи келді ивот. Нау сипат. Нау сипатты алатын зат. Сипат алатын зат қандай болса, сипаты да дәл сондай болады. Фи келгендіктен на кәсіра түсті, на кәсіра түскендіктен на жерде кәсіра түседі, өйткені нау сипат, нау сифат. Сифа деп қойықшы. Нау сипат алатын нәрсе. Сипат алатын нәрсе қандай болса, сипаты да дәл сондай болады. Яғни, нәже и болса, неяқта и болады, неяқта ә болса, ә болатын еді, деген сияқты ғой, ары қарай. Төртінші, әл-лұғатул арабияту сәхәләтун. Араб тілі оңай. Араб тілі оңай. Бесінші, әл-валуду тауилу ләзи хараджа минал фаслил әна талибун минал Куейт. Жаңа сыныптан шыққан ұзын бала, жаңа сыныптан шыққан ұзын бала Куейттен келген студент дейді. Жаңа сыныптан шыққан ұзын бала Куейттен келген студент. Ары қарай. Әна фил мадрасати санауия, мен средний, яғни орта классында, орта мектепте оқимын. Орта сыныпта, то есть. Орта мектепте оқимын. Орта мектепте оқимын. Бар ғой жаңа бастауыш мектеп, сосын шетелдік киноларда бар ғой, яғни үлкен класстарға барам деп, басқа неге барады ғой. Сол сияқты оларда сондай бөлетін бар да. Санауи деген орта, средний деген, средняя школа. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Кедей кісі уәзірге кетті. Сегізінші. جلس الطالب الجديد خلف حامد. Жаңа студент Хамидтің артына отырды. السكين الكبير حاد جدا. Үлкен пышақ өте өткір. حاد جدا өте, حاد өткір. Оныншы. Ман хадал валудул қасиру. Кім бұл аласа бойлы бала? Аласа бойлы, қасир деген аласа, қысқа деген сөз. Қысқа немесе аласа. Бой қысқа немесе бой аласа дейді қазақта. Аласа бойлы бұл бала кім дейді? Хуа ибнул мударрисил жадиди. Ол жаңа мұғалімнің баласы. Имла фил фираг فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بألف واللام عند اللزوم. Керек болған жағдайда алиф лам қосып, екі жақшаның арасындағы сипатты қосып жаңа нежеге жазыңыз дейді. Яғни мысалға, бірінші. Айнал мударрису жадидун болмаса, әл жадиду болма. Айнал мударрисул жадиду болады. Яғни сипатталып жатқан нәрсе қандай болса, сипаты да дәл сондай болады. Жадид болады. Яғни мына сөз әлиф лам болса, науда әлиф лам болады. Мына сөз әлиф лам болмаса, науда әлиф ламсыз болады. Жақсы. Ат-тажиру әл-кабиру болады. Ат-тажиру әл-кабиру фи суқи. Үлкен деген нәжеге шығарамыз да. Шығарған кезде просто әлиф лам керек па, керек емес па, соны дұрыстап табыңыз дейді нәжеде. Яғни
сипатталып жатқан адам немесе сипатталып жатқан зат әлиф ламмен болса, мына сипаты да әлиф лам болады. Мына жерде сипат барлығы. Сипатталып жатқан затқа ереді. Бұл жерде оп-оңай. Мына жерде әлиф лам бар ма? Демек әлиф лам болады. Ат-таджирул кабиру фи суқи. Үлкен саудагер базарда. Ана толибун жай ғана қадимун болады. Өйткені мына жерде толиб деген сөзде сипатталып жатқан сөзде жаңағыдай әлиф лам жоқ. Ана толибун әл-қадим деп айта алмайсыз. Ана толибун қадим болады. Әлиф лам жоқ па мына жерде? Мынада да жоқ болады. Яғни сипат, мына жерде сипатталып жатқан зат қандай болса сондай болады. Әлиф лам болса әлиф лам болады, харакат қандай болса харакат сондай болады. Женский болса женский, мужской болса мужской болады. Жаласа толибу әл-жадиду, жаласа толибул жадиду халфа Мухаммадин. Жаңа студент Мұхаммедтің артына отырды. Манил валаду тауил. Мына жерде тауил деген әлиф лам қосып мына жерге келіп қойсын. Манил валаду тауилу лади хараджал ана минал фасли. Ат-тауил мына жерге қойсын. Аммарун валадун қасирун. Жай ғана қасирді қойсын. Өйткені мына жерде әлиф лам жоқ. Аммар аласа бойлы бала. Файсалун табибун шахирун. Файсал әйгілі дәрігер. Әйгілі деген мына жерге әкеле салса болды. Әлиф лам жоқ мына өткен мына жерде. Лиман хада сарирул максур. Әлиф лам қосасты мына жерге қойсын. Өйткені мына жерде әлиф лам бар, көрдіңіз бе? Лиман хада сарирул максуру. Мына сынған кереует кімдікі? 9-шы. Хада қаламун максурун. Бұл сынық қалам. Қаламда әлиф лам жоқ па? Демек мына сипатында әлиф лам болмайды. Мына жерге қосып просто максур мына жерге жаза саласыз. Ана сикинул хадду. Әлиф лам қосып әл-хадд болады мына жерде. Өйткені пышақтың өзінде әлиф лам бар. 11-ші. Лиман хадиги сайаратул джамилату. Әлиф лам қосып мына жерге шығарасыз. Өйткені мына жерде әлиф лам бар. Сипатында әлиф лам болса, сипатталып жатқан зат мынау. Мәшін ғой сипатталып жатқан зат әдемі деп. Әдемі деп сипатталып жатқан зат мәшін, сондықтан мәшінде әлиф лам бар ма? Оның мәшінің сипатында да әлиф лам болады. Түсіндіңіз бе? 3-ші жаттығу, иқра. Оқыңыз дейді, жай ғана оқысаңыз нән болды. Ат-талибу ллази хаража минал фасли ал-ана мин Индонезия. Жаңа сыныптан шыққан студент Индонезиядан. 2-ші. Ал-китабу ллази алал мактаби лил мударриси. Партаның үстіндегі кітап мұғалімдікі. Лиман хадал қаламул жамилу лази алал мактаб. Партаның үстінде тұрған әдемі қалам кімдікі? Бұл партаның үстінде тұрған қалам кімдікі? Әл-байтул кабиру лази фи залика аш-шари'i лил вазири. Фи залика аш-шари'i. Осы көшедегі үлкен үй уәзірдікі. Осы көшедегі үлкен үй уәзірдікі. 5-ші. Ас-сариру лази фи ғурфати хамидин максурун. Фи ғурфати хамидин максурун. Фи ғурфати хамидин максурун. Хамидтің бөлмесінде ғой. Фи ғурфати хамидин болды. Максурун. Ас-сариру мынандай ғой негізі. Мына сөйлемді алып жасаңыз. Ас-сариру максурун да жай ғана. Простой сөйлемді 1 2. Ас-сариру максурун. Кереует сынық. Енді кереует сынық. Мынаның ішінде сөйлем қандай кереует екені, қақта екендігі айтылып жатыр жай ғана. Ас-сариру лази фи ғурфати хамидин максурун. Тура осы жерге бағана ал-қалам максурун қосып жіберсеңіз болады. Аллази фи ғурфати хамидин халидин максурун. Түсінікті болды деп ойлаймын. Халидтің бөлмесіндегі кереует сынық. Халидтің бөлмесіндегі кереует сынық. Енді мына жерде түсіндіріп жатыр, қараңыздар. Байтун жадидун, жаңа үй. Байтун деген мәнуат болады, сипатталушы зат. Жадидун деген сипаты болады. Енді жаңа деген үйдің сипаты ғой. Үй қандай мысалы? Үй жаңа ма, ескі ма? Үйдің сипаты ғой. Мына үй деген сөз, үйдің сипаты жаңа.
Жаңа деген сипат болғандықтан нағат деген сипат. Кейбір араб тілінде сифатун деп айтылады, кейбір араб тілінде нағатун деп айтылады, екеуі де бір сөз. Манут деген сипатталған нәрсені айтады. Яғни үй сипатталып жатыр ғой, ал мына жақта сипаты болады. Осымен 9-шы дәріс бітті бауырлар. Келесі дәрісте иншалла ертең 10-шы дәрісте өтеміз. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Түсінбеген жерлеріңізді жазыңыздар, сұраңыздар, барынша түсіндіреміз бауырлар. Құрметті бауырлар, мына каналдың дамуына үлес қосам десеңіздер, карточкаларымыздың шоттарымызды жаңағыдай мағлұматтарымызды қалдырамыз описанияға. Жақсы істе бірге болайық иншалла. Алла тағала баршамызға, сіз бен бізге сауаптан еселеп жассын. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.